Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін осындай бананнан жасалатын шоколадты торттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі ұн, қамыр қопсытқыш, какао, бананның пісіп тұрғанын пайдаланыңыздар. Сары май, қант, жұмыртқа және салмасымен мен кішкене шоколадты пайдаландым. Ең алдымен құрғақ өнімдерімізді міндетті түрде електен өткіземіз. Какао, қамыр қопсытқыш ұнды осылай жақсылап араластырып аламыз. Сіздер какаоны пайдаланбасаңыздар да болады. Какаоның орнына ұнды қосып жібересіздер, тура сол мөлшерде. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, таза ыдысқа оған қантты салып, кішкене миксерлеп аламыз. Венчикті пайдаланып жасасаңыздар да болады. Миксердің жылдамдығымен тек қантымыз ерігенше араластырсаңыз жеткілікті. Оны көпіртіп, үлкейтудің қажеті жоқ. Шамамен 1-2 минутта қанты еріп, осылай кішкене көпіріп шықты. Енді осыны жұмыртқамызды біз араластырып болғаннан кейін барып, сіздер бананды ашып, қабығынан осылай шанышқымен езіп алсаңыздар жақсы болады. Алдын ала бананды ашып, оны езіп қоймаңыздар, себебі бұл тез қарайып кетеді және сіздердің кекстеріңіздің арасында қап-қара болып жүруі мүмкін. Сондықтан тек салар кезде ғана осылай араластырып алыңыздар. Тез-тез араластырып, енді жұмыртқамызға осы еріп тұрған сары майды саламыз. Бөлме температурасында болса да бола береді. Мен кішкене ерітіп алдым. Сары майымызды салып болғаннан кейін тез-тез араластырған бананымызды салып араластырып жібереміз. Бананды салып болғаннан кейін бір шайқап алыңыздар. Көп оны араластыра берудің қажеті жоқ. Және байқап отырғандарыңыздай, бананның арасында кішкене түйіршіктері қалып қойды. Ол ештеңе етпейді. Қатты оның барлығын езудің оның міндетті емес. Міне бір шайқап алдым. Енді ұнымызды, яғни құрғақ өнімдерімізді 2-ге бөліп саламыз. Міндетті түрде бәрін бірден салып жібермеңіздер. Ол кезде арасында араласпай түйіршік болып қалуы мүмкін. Және жарты бөлігін араластырып боламыз. Кішкене осылай қозғап алдым. Бір келкі болып араластырғанша араластырып, құрғақ өніміміздің екінші бөлігін салып, бұны да жақсылап араластырамыз. Сонымен қамырымыз дайын болады. Өте оңай дайын болады, көріп отырғандарыңыздай. Енді оның салмасына қалған заттарыңыз пайдалансаңыздар болады. Мен кішкене шоколад қостым, бірақ жаңғақ, кокос немесе мен сияқты шоколадты да пайдалансаңыздар болады. Тіпті бананды кішкене кесіп, оны да салып жіберсеңіздер болады. Тіпті ештеңе қоспасаңыздар да, какао қоспасаңыздар да, бұл өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді осыны мен темір қалыпқа салып алдым, және де алдын ала қыздырып қойған пеште 180 градуста шамамен 25 минутта пісіп шығады. Осылай бәрін салып болғаннан кейін темір қалыпты кішкене жерге ұрып жіберсеңіздер, тегістеліп шығады беті. Міне дайын болып шықты, өте күшті, өте дәмді болып шығады. Ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар, міндетті түрде құрғақ болып шығу қажет. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге рахмет. Менің каналыма жазылып, мені қолдап, лайк басып кеттіңіздер. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.